Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Педагогикалық идеялар фестивалі байқауына шеберлік палитрасы қоғамдық гуманитарлық бағытындағы пәндер бағыты бойынша қатысамын. Менің аты жөнім Шатемірқызы Ақмарал, Алматы қаласы Әуезов ауданы нөмірі 173 мектеп лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Менің тақырыбым онлайн форматта оқушылардың айтылым дағдысын арттыру. Мақсаты айтылым әрекеті мен оның ерекшеліктері, айтылым әрекетіне қатысты мәселелер, айтылым әрекетін онлайн форматта ақпараттық технологиялық құзыреттілікті қалыптастыру арқылы сапалы жүзеге асыру жолдары жайлы ұсыныстар беру. Айтылым дағдысы сапасын құруға қызығушылық тудыратын технологиялардың бірі Camtasia студиясын ұсыну, жетістіктермен бөлісу. Абай атамыздың егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал деген сөзінен бастағым келіп отыр. Ойланып бақсам, өмір бойы құндылығы жойылмайтын дана сөз. 2019-2020 оқу жылында Алматы қаласында Қобыланды батыр жырын жатқа айтудан Қазақ эпос республикалық ағарту жобасы бойынша ірі байқау болып өтті. Байқауға Алматы қаласының 8 ауданынан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған 24 дарынды Қобыланды батыр жырларын жатқа айтатын оқушылар қатысты. Соның ішінен оза шауып, менің оқушым Ералхан Айым 1-ші орынға иеленген болатын. Өлең оқу үшін де үлкен өнеге керек. Немесе мен оқушымды жыр жаттауға қалай дайындадым? Интервью беру, сахнада жүргізуші болу, сахнада ұлттық киімге бойын үйрету, жазушылармен кездесу, былай айтқанда қыз құртқа тай бурылды баптағандай, мен де оқушымның жан-жақты ашылуын, актерлік қимылына дейін, жырдағы хақ жаппар мен жеті кәміл бабаға қол жайып жалбарынуға, анаң байғұс зарлайды, бота сөлген інгендей дегенде жылағанын көрсетіп, әртүрлі ырғақты көрсетуге үйретуден жалықпадым. Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдылары қатар жүріп отырды. Сол жетістігімді онлайн форматтағы оқуларда қалай табысты қолданып жүрмін? Қандай технологияны қолдануға болады? Айтылым әрекеті сөйлеу мәдениетімен тығыз байланысты. Айтылым әрекеті тілдік қатынаста басты рөл атқарады. Айтылым әрекетіне қатысты ең маңызды мәселе сөзді дұрыс айта білудің, заңдылықтарын және қалыптасқан нормаларын меңгеру. Ендеше, пандемияға байланысты қашықтан оқыту кезінде технологияны қолдану арқылы сөйлеу әрекетін дамыта аламыз ба? Қызығушылықтарын ояту арқылы экран алдында өздерінің диктор рөліне, ақын рөліне, жыршы рөліне, кейіпкер рөліне, әртіс рөліне енгізіп қалай сөйлетсек болады? Ақпараттық технологиялық құзыреттілікті қалыптастыру. Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, Көзіс, Кахот, Google Form, YouTube, Bandicam, Camtasia. Ақпараттық коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер, әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін тигізер пайдасы аса мол. Ендеше, Camtasia студиясында оқушының телефонға түсірген видеоларын монтаждап, жариялау, оқушыларға қайта ұсыну, оқушының айтылым дағдыларын меңгеруге ықпал етері сөзсіз. Қызығушылықтарын арттырып, ұнамды нәтижеге жету үшін бәсекеге бейімді бола алады. Әріптестер, қазіргі қашықтан оқыту білім беру жүйесінде Camtasia студия бағдарламасында бейне сабақтар жасау, бейнелерді өңдеу аса тиімді. Оқушы өзінің жаттауын, монологын телефон камерасына түсіріп жібереді. Егер оқушының ата-анасымен байланысқа түсіп, ата-анасы балаға хромакей бұрышын жасап беретін болса, тіптен жақсы. Ал енді мұғалімге нені үйрену керек? Яғни Camtasia студияның құралдарын, интерфейс туралы, оның қосымшаларын, кітапханасы, объекттерді импорттау туралы білу керек.
Және Camtasia студия программасында оқушылардың видеосын монтаждау. Енді оқушыға қойылатын талаптар. Оқушыға қандай талаптар қоя аламыз? Хромакей бұрышын орнату. Хромакей ағылшын тілінен аударғанда түстердің кілті дегенді білдіреді. Екі немесе одан да көп кескіндерді немесе кадрларды бір композицияға қиыстыру технологиясы. Телефон видеосы немесе камера дайындау. Оқушының жаттаған өлеңін немесе монологын орындауы. Оқушыға жаттау кезінде қандай талаптар қоямыз? Рөлге енуі, кейіпкердің ішкі сезімінен көңіл күйін дауыс реңкі арқылы жеткізе білу. Сөйлеу қалпының әуенін сақтау. Сөйлеу әуені тексті оқу кезінде біресе төмендеп, біресе көтеріліп, сөз мағынасына қарай құйылып отыруы. Бұл тыңдарманды жалықтырмайды. Дикция сөздердің ашықтығы мен тазалығын сақтап айту. Орфоэпиялық норманы сақтау. Camtasia студиясының мүмкіндіктері мен артықшылығы. Түсірілген видео арнайы монтаж бағдарламасына салынып, сол жердегі фонды алып тастайтын эффект арқылы видеодағы хромакейдің жасыл түсін толығымен өшіруге болады. Тақырып мазмұнына сай бейнефон қоюға болады. PowerPoint презентациясында жасалған суреттерді қоюға болады. Веб камерадан бейнелерді жазуға, түсірілген бейнелерді алдын ала көруге, бейненің қажетті аумағын үлкейтуге немесе кішірейтуге, бейнелерге түрлі визуалды эффектілер қосуға, тақырыптар мен атаулар жазуға, дыбыстық жолдарды өңдеуге, музыка қосуға және дайын бейнені экспорттауға болады. Онлайн форматтағы оқушылардың шығармашылық жұмыстары Camtasia студиясында өңделіп, YouTube каналымда әрдайым жарияланып отыр. Нәтижесінде YouTube сайтынан өздерінің бейнелерін көру оқушылардың бойында сенім арттырады. Өзін-өзі бағалауға, шыңдалуға мүмкіндік береді. Ынжықтықтан арылып, Zoom арқылы өткен синхрон сабақтарда сөйлеуге үйренеді. Ашықтық пайда болады. Оқушылардың өз жұмыстарына сыныптастарынан тікелей кері байланыс алу да айтылым сапасына жағымды әсер етеді. Пайдаланылған әдістемелік құралдар. Мұғалімге арналған нұсқаулық, негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.